Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге өте оңай әрі дәмді, тез жасалатын қара бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бір ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз. Одан кейін қопсытқышымызды саламыз. Сосын тұзымызды саламыз. Енді оған су майымызды құямыз. Енді жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз да, ұнымыздың үстіне құямыз. Енді оған суымызды құйып, өте жұмсақ емес, қалыпты теста илеп аламыз. Тестамызды осылай етіп илеп алдық. Қолға жабыспайды, осындай қалыпты теста болу керек. Енді біз тестамызды 3 бөлікке бөліп 15 минутқа тындырып аламыз. Біз енді 3 бөлікке бөлінген қамырымыздың біреуін алып, күнжіткен қантқа жақсылап илеп сіңіріп аламыз. Міне осылай шығу керек. Біз енді 15 минутқа тындырып алған қамырларымызды оқтаудың көмегінен жұқа қылып жайып аламыз. Біздің қамырымыз осындай жұқа болу керек. Сыртқы қамырын жайып болдық. Енді біз ұнның көмегімен ішкі қамырын жайып аламыз. Біз енді осылай етіп, бір сыртқы қамырының үстіне ішкі қамырымызды осылай біркелкі етіп жапсырып аламыз да, одан кейін енді бір сыртқы қамырын үстіне қоямыз. Сыртқы қамырын қойғаннан кейін осылай оқтаудың көмегіменен бір-біріне жапсырып аламыз. Әйтпегенде майға пісірген кезде ашылып кетеді. Біз енді жайып алған қамырымызды осылай жіңішке етіп кесіп аламыз. Міне біз осылай етіп кесіп алдық. Енді біз оны кішкентай бөліктерге бөліп жасаймыз. Осылай ұсақ кесіп аламыз. Одан кейін екі қолымыздың көмегімен ортасын бұрап, қаттырақ етіп жапсырамыз. Әйтпегенде ашылып кетеді. Біз міне осылай етіп жасап алдық. Енді біз баяу отта екі жағы қызарғанша ақырын пісіріп аламыз. Біздің қара бауырсақтарымыз осындай әдемі болып пісіп шықты. Егер видео ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжәмила Доманқызы. Сіздерге ас болсын.